Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін бізде 7-ші сабақ «Кел, балалар, оқылық» тақырыбында. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас 7-й урок. Тема «Давайте, дети, учиться». Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь, выучи. Шырақ, свеча, ықылас, желание. Менімен бірге оқы, тәуелдік жалғауы. Прочитай вместе со мной. Менің тілегенім, сенің тілегенің, сіздің тілегеніңіз, оның тілегені. Суретке қара, оқы. Посмотри на картинку и прочитай. Кел, балалар, оқылық. Ыбырай Алтынсаринның Қостанай облысы Жангелді ауданы Торғай ауылындағы ескерткіші. Ыбырай Алтынсарин кім? Ыбырай Алтынсарин тұңғыш ұстаз. Екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Вставь вместо многоточий правильное окончание. Менің тілегенім, сенің тілегенің, сіздің тілегеніңіз, оның тілегені. Үшінші тапсырма. Өлеңді мәнерлеп оқы, жаттап ал. Прочитай стихотворение и выучи. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Оқысаңыз, балалар, шамнан шырақ жағылар. Тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды қойып жаз. Вместо многоточий вставь правильное окончание. Снизу тиісті қосымшалар в квадратиках, окончание, которые мы должны ставить. Поставь видео на паузу и выполни самостоятельно. Бесінші тапсырма. Сурет бойынша мәтін құра. Составь текст по картинке. Примерный текст. Бүгін біз кел, балалар, оқылық тақырыбын өттік. Мұғалім сұрақтарын қойды. Әлібек пен Саша қолдарын көтеріп жауап берді. Есте сақта, прочитай и запомни. Мен кел, балалар, оқылық өлеңін жаттадым. Ыбырай Алтынсарин бұл өлеңінде балаларды оқуға шақырған. На этом мы закончили урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.